Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн. Достар, бүгін сіздерге Ифраше деген компаниядан келген заказымды көрсетейін деп тұрмын. Распаковка жасап қойдым. Ютубта толық нұсқасы бар. Нәтижеде қысқа нұсқа сіздерге видео обзор. Достар, гель для душа заказ бердім. Бұл компания өзі франциялық компания, натуральный косметика жасаумен айналысатын, иә. Ана жерде с ароматом кофе деген гель для душа 400 мл. Иісі өте керемет екен. Настолько насыщенный натуральный кофе. Супер, көп кісілер мақтаған, маған шынымен ұнады. Екіншісі магнолия. Мен мына жерде де магнолия деген гүлдің иісі прям натуральный. Супер ғой, супер. Настолько натуральный, цветочный, не знаю, мен мұндай адушканы көрмеппін ешқандай уходовый косметикадан. Значит, сосын шампунь заказ бердім. Бұл шампунь мына жерде менде для объема волос деп айтылады. Вот, мына жерде фруктаны агава деген шөп екен, увеличивает микроциркуляцию и питает волосяные луковицы деп тұр. Вот, потом же, друзья, тот же агавадан, фруктаны агавадан мен бердім кондиционер для волос. Айша, нельзя. Кондиционер для волос. Значит, потом крем бердім для лица, для тела. На жерде с ароматом ромашки. Вот, маған ұнады, қазір сіздерге ашып көрсетемін. Кремін жаңа ашып едім. Қызым мешать етпесін деп жауып тастадым, да. Вот такой зафольгированный. На жерде такой вот крем. Қатты адушкасы жоқ, очень приятный. Қатты бір сондай иіс бар деп айта алмаймын. Буду использовать как крем для лица, то есть для тела мен қолданбаймын. Значит, достар, сосын тағы заказ бердім. Мен лосьон для тела. Мен обожаю лосьон для тела. Без лосьон для тела я не могу. Может, бетіме крем жақпай қалып, бірақ лосьонды обязательно жағамын, достар. Аяғыма, қолыма, бүкіл денеме 390 мл. Өйткені адамның кожасы өте тез құрғап кетеді. Қартайып, әжім түспес үшін қолдану керек әрбір адамда. Мына жерде дозатор бар. Иісі маған өте ұнады. Өте тамаша иісі. Сосын маған сыйлыққа келгені мынандай аромат Moon Evidence деген 50 мл, достар. Шипровый аромат, тут бергамот есть. Так, что же еще было? Жанна, несін оқып едім, қазір көрсетемін сіздерге. Пачули бар, мына жерде жазылып тұр. Пачули, роза дамасская дейді, бергамот дейді. Шлейфовый аромат с глубоким терпким аккордом дейді. Вот. Енді мен өте жақсы көремін парфюмерияны, сондықтан осы Moon Evidence-ті алдым, таңдап өзім қолданып көремін. Достар, тағы да маған сыйлыққа келген сюрприз береміз деген еді компания. Ол мынандай филлер. То есть мына көздің айналасына жағатын филлер мынандай сыйлыққа келді. Мына Bretton Friends деп жазылып тұр. Для вокруг глаз филлер. Әжімді машиналарды алдын алу үшін, достар. Және де енді анандай нені көрсетейін. Счет фактураны, достар, я оплатила 13 500 теңге. Потому что біз қазір білесіздер НДС төлейміз. Зарубеждан келген продукция бәріне. Өздеріңіз білесіздер, iFert'та тоже НДС төлейміз 12% от общей суммы, да. Сондықтан мен 13 500 теңге төледім. Заказ почтаға келді, достар. Вот осындай заказбен сіздермен бөлісіп жатқан жайым бар. Сіздер де маған осы видеоның астына жазып кетіңіздер, осы Ифрашедан қандай продукция алуға кеңес бересіздер. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.